Ля газеттің кезекті эпизодына біз бүгін Мұрат пен Айсәулені шақырып отырмыз. Балаға барынша махаббатына қандырып өсіру керек. Қазір балалармен сөйлессең жылап жібере жазайын. Біз не себептен көп батыс елдерінен де қалып кеткен себебіміз сол болуы мүмкін біздің. Мысалға, ол тестті біз үйренбей жасасақ, ол тесттің қорытындысына қарасақ, біз үйренмеуіміз мүмкін да. Сондықтан көңіл бөлу деген сөз бір отырып ал енді деп бүйтіп кірісетін нәрсе емес ол. Қайырлы күн достар, Ля газеттің кезекті эпизодына біз бүгін ерлі-зайыпты, көп балалы ата-ана Мұрат пен Айсәулені шақырып отырмыз. Екеуі де Америкада болашақ бағдарламасымен оқып келген. Оған дейін журналистикада Казгуде оқыған Мұрат. Біздің әріптесіміз, әрі кинорежиссер, сценарист және продюсер, заңгер Айсәуле. Енді болашақпен оқып келді дегенді айтып қалдық. Инстаграмдағы парақшаларыңда тек қана шығармашылық жағы емес, әсіресе Айсәуле баланың тәрбиесіне қатысты қалай көңіл бөлесіңдер, ешқандай боямасыз күнделікті өмірлеріңді, баламен қарым-қатынастарыңды салып жүресіңдер. Өткенде бір Мұраттың күшті бір жазбасын оқып қалдым. Анасының туған күніне байланысты өзінің алғысын жай ғана бір пафосты тұрғыда көрсеткен жоқ. Осы дәрежеге бір қандай да бір жетістікке жетсем, бәрі анамның арқасы. Кішкентай күнімнен мені білім ғылымға баулыған, кітап оқуға үйреткен, кітап оқитын Мұрат болсам, бәрі анамның арқасы. Кітапты өзі оқып берген дегенне дейін бәрін жазып едім. Шынымен ақ өте бір жылы жазба болып, өзімнің анам есіме түсті. Демек осы тәрбиедегі негізгі бастау, тіпті бір енді өте үлкен рөл ойнайтын адамның жетістікке жетуіне дейікші, қандай жетістік болса да, бір белгілі бір дәрежеде адам болып қалыптасуындағы ананың рөлін жақсы бір жаздың. Сол туралы не дейсің? Ананың рөлі бұл жердегі қандай? Енді өзі баланың қасында ең көп болатын адам ана ғой. Баланың енді жандай көзін ашқанда көретін адамы, есін білгенде көретін адамы анасы болғаннан кейін ол міндетті түрде ол жерде тәрбиені берейін деп бермейді да, ол өзінің болмысындағы нәрсесін баласына сіңіреді. Сондықтан бұл жерде енді аналардың барлығы да балам жаман болсын демейді ғой. Бірақ енді жауапкершілікті сезіну мәселесіне келген кезде өзің балаң тәрбие, өзің тәрбиеле дегенде енді әртүрлі отбасылар бар, әртүрлі аналар бар. Сол жағынан енді ана түсіну керек қой, енді мен қандай болсам балам солай болады дегенді. Мысалға мен сіздің әңгімеңізді жалғаса ретінде айтайын. Мысалға мен не оқимын деген жоқпын кішкентай кезімден. Бір кітаптар өздігінен пайда болатын, өздігінен оқылатын, өткізілетін деген сияқты. Бір былайға қазір қарап отырсам, бір бәрі, мамам өзі айтады, жүйелеген жоқ, бірақ енді шамалап, мысалға, есімде ертегілерді оқыдым да, мысалға, ертегілерді оқыдым, қазақ ертегілері, одан кейін бір кезде эпостық жырларды оқи бастадым, батырлар жыры деген сияқты. Одан кейін барып, сол кездердегі кітапханада барын оқыдым деп айтуға болады. Қобланды алпамыс, Қамбар батыр, одан Ертарғын деген сияқты. Қыз жібек эпосы. Содан кейін бір кезде романдарды оқи бастадым. Балаларға арналған романдар бар ғой, мысалға Қажымұқан деген сияқты, Балашоқан деген секілді. Балашаққа саяхат. Дым білместің хикаялары, Балашаққа саяхат. Сосын барып күрделеніп, былай қарап тұрсам, сол бір жүйеленіп берілген сияқты нәрсе екен да. Оны мен анам айтады, ол жерде мен енді бір жүйе жасаған жоқпын. Бір жақтан қарап алған, несімес. Онда емес, балаға не керек? Соны былай, деңгейге не береді, соны былай бер. Ақырындап түсініп отырды анаң. Сондықтан кейде баланы беті қайтып қалмау да керек қой. Мысалға, бірден сен ол балаға роман берсең, немесе керісінше өсіп кеткен кезде ертегі оқытатын болсаң, ол адам жетелеу керек қой, кітап өзі жетелеу керек қой сені. Кітап сен өміріңе кіру керек,
кітап оқымай жүрген кезің біліну керек деген сияқты. Сол жағынан енді анамыздың бір ғана бұл еңбегі деп айтуға болады. Одан кейін енді менің мамам жаңағы мектепте ұзақ жылдар бойы не болған, оқу ісі жөнінде меңгеруші болды, завучта оқу завучы болды. Сол кейін айтады, мен бүкіл мектептің бағдарламасын саған қарап түзетімін дейді да. Мысалы, сен сұраныстарыңа қарап түзетімін дейді да. Мысалы, маған бір үйірме керек болса, мектепте үйірме ашады, қосымша сабақ. Мысалы, мен бір заңға қызыға бастасам, иә. Мен мысалға бір заңға қызығып немесе бір саясатқа қызыға бастасам, мектепте жаңа конституция деген қосымша сабақ ашылып, сол кезде бір экономика негіздері деген үйірмелер ашылып, әдістемен сол маған қарап, сен менің өсім бастауышта, неге? Өйткені сабақтарға қатысатын, мен қатысқан сабақтарыма қатысатын. Енді бұл жерде айтайын дегенім, тек қана мамам мақтау емес, бұл аналар осылай өзінің баласына қарап, бір жағынан өзін өзі тәрбиелейді, бір жағынан сол баласының өсуіне қарап отырып бір методика жасайды да. Өте орынды деп ойлаймын мен де, өйткені қазір мынандай сөз бір трендке айналды ғой, әрбір мықты еркектің артында бір керемет әйел бар деген сияқты. Сонда тек қана жұбайына қатысты ғана ойлаймыз да біз тарлығымен. Негізінде аналарды ұмытып кетіп жатамыз осы кезде. Шын мәнінде анадан бастау алады ғой. Ол ер адам болсын, қандай қыз бала болсын, оның тұлға болып шығуына анасы әсер етеді. Сол тұрғыда Айсәуле өзінде ұрпақ тәрбиелеп отырсын, Мұраттың ұрпағын дегенде, осында жаңағы мамасынан үйренген әдістерің бар ма тәрбиелеу кезінде? Кімнен, Мұраттың ба? Иә, сол. Енеңмен. Енді мен енемен көп ұзақ тұрған жоқпын. Жаңағыдай Мұратты тәрбиелеген кезінде ол кісінің қасында болған жоқпын. Сондықтан енді бірақ ол кісі андай зиялы адам ғой. Зиялы адам өз-өзін ұстауынан, сөйлегеннен бәрі білінеді ғой. Сондықтан енді бір бала тәрбиесіне қатысты бір соны бір алдым деп айта алмаймын, бірақ өзінің болмысына қатысты көп нәрсе үйрендім деп айта аламын. Себебі ол кісі өте байыппен, сабырлы бірдеңен. Бірақ мен табиғатым келмейді, негізі қатты енеме, атама ұқсайды табиғатым. Менің жағдайымда басқаша, мен керісінше өте жаңағыдай тәуелсіз адам болған сияқтымын кішкентайдан қазір былай қарасам. Себебі мен атам, мен атам қайтыс болып кеткен, көрмегенмін. Әжем болды да, екі әжем, сол әжемнің қыздары болдым да, мамам маған қатты иелік ете алмаған. Әкем де қатты олардың көзінше иелік ете алмаған. Сондықтан да болар, бірақ мен енді жалғыз қыз болдым ғой. Менде өте шекара мәселесі ертеден қалыптасқан. Мысалы, қазір психологтар оны біреулер ұзақ біреуге барып үйреніп жатса, мен өте шекара мәселем. Бір бөлме өзімде болды, төсек орным болды, бір кітап мынандай енем полкам болды, оған ешкім шегенде кішкентайынан шегенделген шекарам. Жаңа заңгер болуым да бекер емес шығар, сондай табиғи бір немен барған шығармын деп ойлаймын. Адамда заңгерлікке, мысалға ауылда бір туған туысын қатты ешкім заңгер көріп тұрмасын, неге ол мамандықты адам таңдайды. Сондай бір өзімнің құқықтарым ерте сақталғандықтан барған шығармын деп ойлаймын. Жаңағыдай кітап мысалға сөрем болды, ол жерге ешкім тиіспейді. Бірақ біздің үйде көп жаңа орысша кітаптар болды, әдеби кітаптар болды. Мен мысалы папам үлкен оқу оқымаса да, жоғары оқуын оқымаған. Бірақ Ницше, жаңа философтардың бір орысша кітаптарын оқитын, соларды оқып менімен талқылайтын, сондай кісі болды. Үйде кітаптардың барлығын әртүрлі кітаптар болды, көбінесе орысша кітаптар болды. Сенің кітапқа деген махаббатың әкең арқылы келді ме? Мүмкін, иә, әкем. Себебі анам жаңа Аяжан болды ғой медбике ауруханада. Және екісі күніне түнгі сменге шығады, көп жұмыс істейтін. Күндіз келгенде жаңа ұйқысын уақытылы ұйықтау керек, себебі қайта айналып жаңа сменге түседі, сондай болды да. Бірақ жаңа мамамнан келгені біреулерді ойлау. Мен мамам сондай өзінен бұрын біреулерді қатты ойлайды. Ол өйткені ол медсестра болған ғой, Аяжан, ол сондай біреу даже ауырып қалса да негізі қатты танымасақ та ол үйге келіп біреуге звондап отыратын, есімде солай. Не болды, бағана больницада мынандай болып жатыр еді, ертесіне ол больницадан шығып кеткесінде оны алаңдататын, көршілердің бәріне дәрі укол салып жүретін мысалға. Сосын больницаға түскен ата-анасы жоқ бір балаларды көрсе, кешке мен киімді таситын, олардың әке-шешесі жоқ деп, сондай бір аяушылық, өзге адамды өзінен бұрын ойлау деген қасиеттер болатын. Мен енді жалғыз өссем де шекарамды қатты шегенделсе де, өзімнікін қатты құқымды қорғап қалған болсам да, бірақ біреулерді солай ойлап жүретін қазір менде бар да. Демек, бұл сөзден кешірім сұраймын. Анамнан бір келген ғой, оны бүйтіп үйретпеген жағдай бізге, бірақ табиғи келген. Кәдімгідей тірі модельді өзіңе көшіресің, бала да сол ғой, ата-анасы не істейді, оған мынандай істе деп ақыл үйретпе, өзің сондай бол, соны көшіреді. Бірақ мен толық көшірдім деп айта алмаймын, себебі мамам андай қызмет
етуді жақсы істейді, иә, жақсы істейді. Мен енді кішкене өзім жалғызым өскеннен кейін ба, мен сол қызмет етуге қатты жақсы емеспін. Бірақ мен мамамда бар қасиеттерді қазір байқап жүрмін, кішкене менде бар екенін. Бұрын мен байқамайтынмын өзімнен. Ұқсамайтын секілді өзіме сезілетін. Бірақ жағдай біреуді ойлап, мысалы мен біреу ауырып жатырмын десе де, танымайтын біреу болса да соған кеске дейін бір витамин тауып жіберіп, сол ойымда тұрады. Мысалға баламның мектебінде бір ата-ананың баласы ауырып жатса, сол мен ойымда тұрады, ол кісіні танымаймын да, WhatsApp-ына шығып, соны сұрап, баласын әкеп беріп, сөйтіп жүремін да, соны қазір ойлаймын, ол қасиет маған қайдан келді деп, сол қазір қарасам, мамам мен сондай екен. Сондай дүниелер болды, бірақ сол кішкентайымнан ешкім менің барып, сабағымды қадағалап, бірге менімен сабақ оқып көрмеген, ешкім бір кітапты бірге отырып ашып көрмеген. Өзім сол бәрін жақсы оқыдым, алтынға бітірдім, кейін университетті қызылға бітірдім. Соған қарағанда кейде баланың өзіне де бір мүмкіндіктер жасау, сосын мүмкіндіктер бірақ жасалды, жасалмады емес. Ешкім маған қой деп айтқан жоқ, көп үйірмеге бардым. Өзім таңдадым. Өзім барғым келетін конференцияға билет алып, олар ақша береді, мен билет алып кете беретін. Сонда еркіндік берді маған. Самостоятельно. Иә, әке-шешем. Және демократиялық ойларды айтуға еркіндік берді. Соны қазір ойлаймын, қазір мен кей жерде өзім байқап қалам, үлкен бір басшылармен, бір мекеменің үлкен үйлермен кейде тайталасып, пікір таластырып қалатынды қазір өзім сырттай байқаймын да. Білмеймін енді ол қаншалықты дұрыс емес, бірақ сол маған демократиялық негіздер отбасымда енгізілген болып тұр, ол қалыптасқан болып тұр. Жайында Мұрат екеуміз қасиет бар. Иә, сол қасиеттер отбасыдан берілген болып тұр ғой. Әйтпесе мен әке-шешемде де бір қатты ондай бір лидер болып өйтіп баратқан жоқ, бірақ маған кедергі жасаған жоқ. Вообще маған ой тұрғысынан кедергі жасамаған жоқ. Санасты. Иә. Еркіндік берді. Сосын олардан менің үйренгенім позитивті ойлау. Мен өз әке-шешемнен үйренгенім. Олар ешқашан бір негатив айтпайтын. Мен білмеймін, олардың бір ауырып талқылаған есімде жоқ. Олардың біреуді сөйтіп ұзақ талқылағаны, жаман сөйтті деп есімде жоқ. Және де олар жаңағыдай істей алмайсың, оның не деп маған айтпайтын. Менің шамам келмейтін нәрселерді олар да білді ғой. Мысалы мен бір кезде биге қатысқан кезім болды. Баскетболға қатысқан кезім болды да, енді олардың бәрін сәтсіз, жоқ, мен өкінбеймін, тастап кетіп, сәтті болған жоқ. Мен бір домбыраға қатысқан кезім болды, 11-ші сыныпқа келіп, барлық қазақ домбыра білу керек деп, музыкальный мектепке жазылып алғанмын ғой. Өзімнің қатты музыкалық данныйым жоқ, слухымда бір жетісіп тұрған жоқ. Бірақ мен музыкалық мектепке, кәдімгі кәсіби мектепке жазылып алғам 1 жыл. Соның ақшасы ол кезде қымбат болатын, айына 5000 деген, басқа оқушылар үйінде 50 теңге үйірме айына. Анау деген 5000 деген 50 теңгенің қасында үлкен. Мысалы, соны 50 теңгелікке қатыспай, мен ана 5000-ға барып музыка үйірмесіне жазылып алғам ғой, енді барып. Жоқ, 1 жыл қатыстым, мен нота таныдым. 1 жыл нотамен тартып үйрендім, ана бір інім жақсы тартатын, сонымен бір концертке шыға жаздадым, мен абырой болғанда шықпай қалдым. Бірақ сол шыға жаздағанға дейін бардым ғой. Бірақ ол бір жаңағы нотаның күшімен бардым да, өзімнің слухым жақсы емес, өзім слухым жақсы болса алып кететін едім ғой. Қазір мен нотаны қарауды тастап кеткеннен кейін мүлде мен ұмытып қалғам, домбыраны қалай тартып білмеймін. Бірақ әке-шешем сол кезде білінген шығар деп ойлаймын, менің бір қатты музыкаға жоқтығым ата-анаға білінеді ғой, мысалы қазір де өз баламыздан білінеміз ғой. Бірақ соны ешқайсысын айтпаған, келеке етпеген, әкешем бәріне жағдай не дейді, не берген ғой. Осы жерде қабілет деген сұрақ туады. Мұрат, өзіңде өз қалауыңмен таңдадың, кітап оқып, бір жазуға деген қыр-сырың қалай? Мынаны оқуым керек деген жоқ, кітаптар тұрды өз бетімен. Енді қабілет, жаңа айтып отырсың, әке-шешем менің барлық қалауыммен санасты деп, қабілет деген мәселеге келгенде біреулер, біз жалпы қазақ қабілетке көбірек сенетін секілдіміз. Еңбекке, еңбек культіне сенбейміз де, керісінше қабілетті, талантты, дарынды деп соны сондай бір бапандай қылып көрсетеміз де. Бұл қаншалықты дұрыс деп ойлайсыңдар? Қабілеті, мысалға, керемет әнші, керемет дауысы бар, музыкалық қабілеті бар, немесе мынандай вундеркинд деп, есепті керемет шығарады деп сол жағынан, бірақ кейін солардың бір кезінде айғайлап тұрған үні шықпай қалатын да адамдар бар. Осы қабілет деген мәселеде біз екінші еңбек деген мәселені бірге алып жүру дегенді ұмытып кететін секілдіміз. Сол кейде мынандай болады, кешірім өтінемін, сабақты жақсы оқитын, үнемі үздік болып жүретін, мектепте лидер дейміз ба, сондайлар өмірде, шын өмірде, үлкен өмірде бір кейде бір ішіп кететін, бомж болып кететіндер де болады, сәтсіз, жаңағы карьера дұрыс болмай, керісінше үшке оқып жүрген балалар бір ұмтылып, бір кәсіпкер бірдеңе болып кетеді да. Осы жағын соны қосып кетуге болады, қабілетпен жаңағы қабілетіне, өзінің дарынына бетіп сен дандайсып кетумен жаңағы еңбектену жағы бізде. Бұл қабілет пен еңбек енді бір бөлек екі-үш
бағдарламаның әңгімесі ол өте терең дейміз ба, өте өзекті тақырып деп айтуға болады да. Себебі мынау біз жаңа ақшта оқыған кезде мынандай нәрсе маған қызық болып бірінші естідім да соны. Баланың қабілетін емес, баланың жұмысын мақтау керек деген ше, баланың еңбегін мақтау керек деп. Өйткені ол қабілет деген ол бір көрінбей тұратын, бірде бар бірде жоқ болатын нәрсе ғой. Ол қызығушылыққа байланысты нәрсе. Адам қызыққан нәрсесіне бір өзінің бейімі байқалады. Кейбіреудің бейімін байқамай кетуі мүмкін, сен адам өйткені әр нәрсені байқап көрмесе. Ал есесіне жаңағы жұмыс бағаланбаса, бала жаңағыдай бір нәрсеге ден қойып, соны соңына шығаруға үйренбесе, ол жаңағы түйе бойына сеніп қорғапты деген сияқты жаңағы қабілетіне сеніп қалуы мүмкін, немесе керісінше менде қабілет жоқ деп мүлде өзін тастап жіберетін балалар болады да. Біз бір қателік қандай ғой, мысалға екі лагерьге бөліп тастаймыз ғой, біз жақсы оқитындар, жаман оқитындар. Мынандай бір зерттеу бар екен де, артқы партада отырған балаларды алдыңғы партаға отырғызса жақсы оқи бастапты да. Сонда бұл сұрақ, олар артта отырған үшін жаман оқып жатыр ма, жоқ жаман оқыған үшін артта отыр ма деген сұрақ бар да негізі психологияда, осы бала тәрбиесінде. Яғни демек ол бұл алдын ала бөлініп қойған нәрсе емес, ол жүре келе солай бөлініс қой. И мен екінші таңғалған нәрсем, Мағжанның педагогикасында баланың жаңағы бойындағы қабілетін емес, оның қылған ісін мақтау керек деген бар екен. Мағжанның педагогикасында бар. Демек біз Мағжан қай заман айтып тастаған дейсіз ғой? Қай заманда? Иә, Мағжанда бір кезде бір жерден алғанша бұл енді алмасып тұрған бұл универсалды формула ғой былайша айтқан кезде. Біз соны қанша уақыт игнор жасап келгенбіз да сонда. Мысалға біз баланы не деп мақтаймыз? Жарайсың дейміз. Мықтысың, кереметсің деп мақтаймыз, иә. Ал мысалы Америкада олар good job дейді соны ше. Мысалы керемет жұмыс дейді. Жақсы жұмыс, керемет жұмыс. Сен деген hard workingсің, сен еңбекқорсың деп айтады да. Демек бала мен еңбекқор екенмін. Еңбекқор болсам бір сын соңына жетеді екенмін деп ойлайды. Ал біздің жаңағы парадигма бойынша мен қабілетті болсам жетеді екенмін деп ойлайды да. Сондықтан ол қабілетке қарай бастайды. Сосын мен көптеген таныстарым бар, өзім қатарластарым болды. Ол бастан өздерін қабілетсізбіз деп шешіп өздеріне үкім айтып қойды да. Олар оқуға да барған жоқ, мектепте де оқыған жоқ. Сол ойында жаңағындай қабілеттері ашылмаған күйінде қалды. Әйтпесе енді Алла тағала әділетсіз емес қой, оның бойында бір қабілет бар ғой. Ол спорт қабілет бола ма, ол ұйымдастырушылық қабілет бола ма, ол ғылымдық қабілет бола ма, міндетті түрде бар ғой баланың бойында. Демек оны біз ашып ала алмадық деген сөз, және жаңағы түсініктің құрбаны болып кетті деп есептеймін. Ата-ана баламен бағанағы өзіңнің мысалында тағы да анамның кітап оқып бергені деген секілді, немесе үйді бірге жинау, бірге ойнау, құрастыратын дүниені бірге құрастыру дегендей. Соған үнемі бастапқы стадиясында, ең болмаса, бастапқы кезеңде көрсетіп жіберу, қатысу дегеннің бір пайдасы кәдімгідей көрініп біліне ме? Өйткені байқаймын, кәдімгідей енді әке ретінде қанша жерден басқа жұмысың, сценарийің толып жатса да, шаршап отырсаң да күні-түні міне сценарий деп Айсәуле күшті көрсетеді ғой стористе, бірақ бір қарап отырсаң, күні-түні жазып отырған Мұрат деген мына жақта балалармен мәшін ойнап отырады, мына жақта ертек оқып беріп отырады, табады әйтеуір уақытты. Сол балаға бір ең болмаса бір сағат, жарты сағатты бөлудің өзінің пайдасын айтып берсеңдер. Әсіресе қазіргі кезде әкелер мүлдем көңіл бөлмейді ғой балаға. Бірге жұмыс істеу, бірге ойнау, осы нәрсе, бірге істеу дегенді. Енді ол жаңағы әлеуметтік желі эффектісі деп те айтуға болатын шығар, өйткені негізі ондай емес те қойсай. Салыстырмалы түрде Қазақстандағы ер адамдардың қасында салыстырса, Мұрат жақсы көңіл бөледі деп ойлаймын өзім. Мұрат өзі айта алмайды ғой, мен жақсы көңіл бөлемін деп. Мен енді сырт көзде бақылағанда мүмкін ода мойындаймын. Ода мүмкін менің де нем бар шығар, түгел нені алып алмаймын, мойына біреудің мойнына да жүк арта алу деген сияқты қасиет та, мысалға. Біздің қазақ әйелдерінің көп несі. Ол басымызда өзімізде де болды ғой, менде де болды. Мынау қазір екі мәселе екен балаларға жетіспейтін. Әңгімелесу, ата-анасының көңілі ғана жетіспейді екен ғой. Өйткені біз енді бір директор айтыпты, мектеп директоры, сонда сырттай байқап тұр ол. Қазір балалармен сөйлессең жылап жібере жазайын деп тұрды да. Енді соны айтып бір отырыс айтсам, қаяқтан сөйлесеміз дейді да.
жақтан сөйлесеміз, уақыт жоқ дейді деп жатыр да. Сосын мен сұрап жатырмын, таңертең кім апарады бала десе, мен апарамын дейді. Айтамын, сол 15 минут болса да сөйлесу керек қой деймін да. Біз 15 минут, ой қаяқтан біз ол жерде ана өзім миым ашып бірдеңе деп жаңағы анда соны әңгіме болып отыр да. Былай қарап отырсам, менің баламен ең көп сөйлесетін уақытым оларды мектепке апарып жатқанмен алып кеткен уақытым екен. Машинеде ақыры тұрсың, светофорда тұрсың, сол кезде жаңағындай сұрақ қойып, кейде мысалы күлдіргі әңгіме айтып беремін, не болған сұраймын деген сияқты. Неше түрлі квиздар жасайсыңдар? Квиздар жасаймыз. Ол бала үшін ең қымбат уақыт сол, әке-шешемен өткізген уақыт. Әйелдердің негізі өздерінде несі бар ғой, түгел ер адамдардың да ол да сондай үлесі бар. Әйелдердің де ер адамдар да ойлайды да, жаңағы балаға көп табиғи жақындық әйелмен болғаннан кейін барлығы әйелде екен. Ол кішірек кезінде солай болады ғой, әйел адам емізеді, қасына алып жатады, ауыстырса, ер адам түгел өзінің жауапкершіліктен босатады да. Әйелдер де бізде белсенді ғой, негізі қазақ әйелдері тым белсенді, және тым белсенділік бұрынғы энергияны бұрын енді жаңа мал сауға бірдеңе жұмсады, қазір көп нәрсені біз алмастырдық қой. Мына не кір жуады, бәрі бар үйде, робот көбі үйлерді тазалайды. Енді ол әйел сол бүкіл энергиясын балаға неғып алған да, қазақ әйелдері. Ер адамды одан неғып тастаған. Ер адамды жұмысы көбейе береді ғой, адам шектесе кімге ыңғайсыз. Мен оны өзімнен де байқадым, өзімде сондай, мен мамам же активный дедім ғой, содан әркім өз мамасынан көріп, соны біз тоқимыз. Қазір бізде солай өзіңізге ала берсеңіз, сіздің қызыңыз да сізден алып жатыр, ол солай өседі ертең. Бүкіл жауапкер. Мен оны Америкаға бардық та, Мұрат екеуміз өзіміз қалдық қой. Бұрын менде жаңа сіңілім келіп көмектесетін, мамам келіп көмектесетін, екі бала алғашқы қатар болды да. Сол кезде мен бір қатты ауырдым. Сол кезде Мұрат бірінші рет жаңағы балаларды шомылдырды. Соған дейін мен өзім шомылдырып, екі ер баланы өзім көтеріп шыға береді екем да, душтан. Ол сол ауыр көтергеннен мен ауырдым да, бір ауыр көтеруге болмайды екен көп. Содан кейін Мұратты қарасам, өте жақсы шомылдырады. Және ойнатып, шомылдырып жатыр, шыққаннан кейін жап-жақсы қылып, сүртіп жатыр. Сол кезде маған ой келді да, бірінші рет. Ой, Мұрат керемет шомылдырады екен ғой деп ше, ері. Осыған дейін ойлап көрмеппін, неге Мұрат шомылдырмайды дегенді. Сол кезде бір ойландым. Өйткені үйдің тұңғышы ғой. Өзіне дейін бала жоқ, күшті қараған жоқ, қарындастың қараған, өзінің бауырларың барын қараған, қарындастың тәжірибесі бар, былайша айтқанда. Жоқ, тәжірибесі жоқ болса да ол бәрі әкелік адамның инстинкті бар ғой. Соны біз өзіміз алып тұрмыз ғой. Негізі ол да енді әке болып көрмеген, мен де ана болып көрмеген, бұрын біз де білмейміз ғой, мен де білмейміз реті қандай. Жаңа бірақ өзімнің шекарамды қорғауды ғана білемін мен. Сол өзіме өтіп кетсе ғана сезінеді екен. Мысалға ол Мұрат құр диванда жатып алып шай ішейік деп келмей қойса кухняға, маған ол ауыр тиеді екен. Ол хотя бы әңгіме айтып тұру керек та, келіп маған ас үйге келіп. Өйткені құр шай ішеміз деп, бірақ сен сол шайға жауапты адамсың деп, өзі де бос жатыр. Сөйтіп жата берсе, маған өте ауыр тиеді екен. Мен үйлене салып бірінші айтқаным сол болды да, маған ондай ұнамайды деп ше, не бұл. Балаға қатысты айтпағаным, себебі балаға қатысты өзім де білмеймін ғой. Мен өзім де ана болып көрген жоқпын. Ал өзімнің шекараларымды бір примерно маған өтіп кететін нәрсені біліп тұрған нәрсемді айтып реттеп алдым. Ол да кейін келеді да, бірдеңені істемесе де өтірік қойып қойған кеселерді қозғап, былай әңгіме айтып тұрады да, ол да саған енді бір сен ғана жауап, ол сен ғана жауаптысың деген емес та, мысалы, ол да жақсы. Қалай дейін, тоңазытқышты ашса да, ол да әшейін бір қарқып ештеңе істемейді ғой. Мысалы Мұрат ешқашан үйде ас үйде тамақ істемейді, мысалға. Ол не ғасырында бір рет, бір 5 жылда бір рет жоқ істемейді негізі. Үйде мамамды шақырамыз. Мен батырым жақсы. Ғасырына бір рет пол жуады болды деп ойнап айтады. Оның өзінде. Бірақ жаңағыдай бір қызық айта салайыншы осы жерде. Перзентхана деген нәрсе есіме түсіп жатыр. ақш-та жаңағы Мариям үшінші қызымыз дүниеге келді ғой. Ол кезде екі бала кішкентай, мен қалдым, бірге қалдым. Оларда мен төртеуміз ғанамыз. Олар мектепке апаруым керек, жаңағы тамақтарын беруім керек. Сон неде бөлек қалақтағы шығарған кейін екі баланы алып бардым да, ақштың жақсы неде түстік біз, жақсы перзентханада, жаңадан ашылған сондай. Анау енді бір жалғыз өзі бір қонақ үйде сияқты жатыр. Біз кірдік баламызбен. Сосын жаңа айтады, қазір мен тапсырыс беріп қойдым дейді да. Біз әкелген түгіміз жоқ. Негізі біз енді ауруханаға тасисың ғой сырттан тамақты. Біз былай барып тұрмыз. Қазір не алып келеді, жебандар дейді да. Айсөлейтеді сендерге. Тапсырыс беріп қойған. Мынандай үстелі бар. Мындай әкеп жаңағы үстінде мындай ашатын нелермен әкеп тамақ. Өзің еш адамға семьямен заказ бере аласың да, сондай. И ана теледидар, сөйтіп бұл әкеліп тамақтар. Сосын барып жаңа жерде тамақ ішіп отырмыз ғой, жаңа ненің перзентхананың тамағын ішіп отырмыз. Ана есіме түсіп кетті да, бір жігіт келіп тұр дейді ғой, неге перзентханаға ше. Жаңағы қалай кімге ұқсайды анау деп сұрап,
сосын тамақтар жақсы ма деп, жақсы деп, нан бере ма, иә, 2 лепешка береді, біреуін лақтыршы деп айтты дейтін баяғыда сондай бір әңгіме барады ғой. Тура сол сияқты біз ана жерге барып жаңағы тамақ әкелудің орнына тамақ жеп десеңіз. Жоқ, енді ояқтан нені ойластырған олар қанша жыл зерттеу жасайды, енді 250 жыл соғыссыз, 270 жыл меді, соғыссыз дамыған мемлекет қой, олар жаңа адам әйелдің психологиясын зерттеген, босана салып әйелдің күйі бір әртүрлі күй кешеді ғой, кейбір әйел көңілді жүреді, кейбір әйел керісінше депрессияға түсіп кетеді, бірден босана, олар қатты сол депрессиямен жұмыс жасайды. Және де сол қуаныш екенін сезіндіруге барынша тырысады олар. Олар өздеріне де қуаныш шығар, себебі олар арасын жақын қылып туа бермейді ғой. Өздеріне де бір ғасырына бір туып атқасын, сондай әдемі неде жатып, өзі сондай көп мүмкін жағдай соған жасалған, көңіл күйіңді көтеруге, үлкен теледидар, бір қонақ үйден кем емес. Басқа да бір жерлер болды, ол жақтарда уже дивандар ескіріп жыртылса да, бірақ сол система сақталған. Диван болады, ер адам кіріп қатысса. Партнерский родыға қатыстым ғой Англияда. Сол кезде мен де таңдалдым кәдімгідей. Студенттік неге түсіп қалып жеңілдікпен тегін болды ғой. Егер ананың ақылы болса, ол көңіл күйің наоборот түседі ғой. Көтерілмейді ғой. Депрессия. Осы Инстаграмды қарап отырып, шығып тұрады ғой, актуальный нелер. Соны бүйтіп жатыр да, бір Қазақстанда орыс келіншек қой деймін, ұлты басқа. Сол роддомнан шығу сәті дейді. Роддомнан шығып жатыр, кішкентай қызы күтіп тұр әкесімен шығарып выпискада. Сөйтіп кішкентай қызын жүгір, әйел де өзі приятный екен да, жаңағы. Сөйтіп күліп жатыр да, қызды, үлкен қызын нетіп жатыр да, кел деп, сен бізді күттің ба деп сөйтіп нетіп жатыр да. Біз де сендерді күттік деп кішкентай қызға 3-4 жас қой деймін, соған гүл берді анасы. Прям құшақтап, бауырына басып, сағынып қалған ғой анасын, сөйтіп жатыр. Сосын сен ішің жоқ қой, сен ішіне шығарып алған ба, мен сестренкам деп сөйтеді да, мен сіңлімді. Я шығарып алып, міне сені қатты көргісі келіп жатыр, сенің сіңлің деп сөйтіп ұсынып жатыр да, иіске бауырына басып сөйтеді. Содан кейінгі эпизод былай, сенің сіңлің саған сыйлық дайындап қойды, көрсетейін ба қандай дейді. Сөйтсе бір қуыршақ, лол ма, сонда коробкада соны беріп жатыр. Ана қуанғаннан енді өзін маңызды сезініп тұр да. И бір жағынан бауырын кәдімгі қуанышпен қарсы алып. Ана кішкентай бала ғой енді, соның атынан ата-анасы солай анасының бір андай даналығына мен тәнті болып жылап жібердім ше. Мен өзімді елестеттім, бізде қалай екінші балаң, үшінші балаң үлкендер кеп асылса, армен тұршы, тиіспе балаға, мына жерін құртып қоясың деген нәрсені, сосын екеуінің бауырларының арасында қызғаныш деген сезімді етеміз. Сосын үлкен балаң неше түр қылық шығарады, психологиялық депрессияға ұшырайды. Мен жаңағы айтып жатқан ауруханадағы жағдайды неге әр ана өзінің үйінде жаңағыдай нәрсені істемеске деймін. Оның бәрі бірақ та бұл да бір қалай енді көру, оқу, сауаттылық, сондай дүниемен келеді ғой ол бәрі. Өзі мына көп болса 3-4 жыл болған шығар ана болғаны. Біз ата-аналарды жазғыра алмаймыз да, ол үйінде қандай тәрбие алды, оның әке-шешесі қандай болды. Мына Айсәуле сияқты еркін өспеген ғой енді кез келген қазақтың. Бұл үйдегі тәрбиеге бәрібір байланысты ғой бүкіл дүниенің бәрі. Бізге де ақырында бірақ келеді ғой, мысалға енді бастысы соғыс болмаса адам дамиды ғой бәрібір, зерттейді, қарайды. Қазір өткеннен көріп қалдым, осы Дәулеттен салды ма бір жігіт ән айтып, жаңа мантының қамырын жайып жатыр ғой бір. Мысалы ол деген бұрын ондай видео таратып, ондай салу деген ұят сияқты бір ер адамдар сезініп келді ғой осы кезге. Иә, перзентханаға кеткен. Өзі ән айтып қояды, солай ән айтты ғой. Мамаң кетті, перзентханаға деген сияқты бір ән айтты ғой деймін. Сол сияқты ол бізге де ақырындап келеді ғой, бірақ біртіндеп те адам ол жаңа Маслоу пирамидасы сияқты бір адамдар неге шығу керек қой деңгеймен кішкене, ондай творчестволық ойлау үшін де, мысалы басында баспанасы, бір тамағы бүтін, шамалы ол бір керемет бір жайланып қонақ үйде тұрмаса да бір негізгі нәрселер. Адам өзі біреудің үйінде күнелтіп, бүгінгі тамағын әрең тауып жүрген адамдарда ондай творчестволық ойлау, бір ерекше бір мидан бөлек бастың сыртынан шығып ойлау деген бола бермейді ғой. Бірақ ақырындап келеді. Қазір енді көп қазақ жастар уже көбісінде үй бар, бұрын жастардың өзінде үй. Солар енді ақырындап сондай бірдеңе іздей бастайды, бір-бірін қуантады. Өзімен солай үміттенемін. Бала тәрбиесіне байланысты өзі кез келген білім сондай ғой. Білім көбейді деген сөз. Ол оған қатысты теорияның көбейгені немесе оған байланысты амалдың сапалының артқанын білдірмейді. Мысалға біз қазір жаңағында дінді алып қарасақ та біз
өзіміздің аталарымыздан бәленбай есе артық білеміз негізі жаңағыдай. Оның ережелерін, оның жаңағы қанша парызы бар, қанша несі бар, қайтсе былай болады, бүйтсе былай бола ма дегендер бәрін. Мысалы менің атам 3 ай оқыған екен, бірақ өмір бойы жетті да сол. Өмір бойы тақуалығына сол жетті. Сол сияқты бұл жерде де жаңа біз бала тәрбиесі туралы қазір небір кітаптар бар ғой, небір оқысаң тауысып бітіре алмайтын білім бар. Және кейбіреу бір-біріне қайшы. Онда қайсымен жүремін деген сияқты адамда не болуы мүмкін да, немесе оқып алып, бірақ оны іске асырамау бөлек мәселе болып қалуы мүмкін. Мен үйдегілер мамамнан сұрайын да, жаңағы қазір әр ата-ананы қарасаң, осындай қалай тәрбиелеу керек, бүйткені не істеу керек деп жүрген адамдар көресің. Сіздердің кезінде сондай болды ма? Олар ешқандай бала тәрбиесіне байланысты балалар бүйтіп бара жатыр, мынау бірдеңе деген сияқты бірдеңе болды ма десем, жоқ дейді. Сендер өздерің өстіңдер ғой дейді, жаңағындай туған туыстың ішінде өстіңдер ғой дейді. Бірін-бірі бақыпты деген әңгіме ғой. Жаңағы әжеміз бар, жаңағы үлкен әкелеріміз бар, шешелеріміз бар, ағайындылардың балалары бар, бір күн ана үйде, бір күн мына үйде сөйтіп жүріп, жаңағы бір сол тәрбие еді, сол бір тәрбие болып сіңген да. Ол жерде, ол кезде былай теориядан гөрі практика басым. Қазір енді ол нәрсені сіз іздесеңіз де таба алмайсыз. Қазір өз үйіңде, қазір даже ешкімге сенбейтін, ешкімге бармайтын бір кезең ғой. Туысқаныңның өзі саған звондап келетін уақытқа келдік қой қазір. Бола ма, үйде боласың ба деп. Қоғамның өзгерісі, ол қалыпты, оған бүйтіп жылайтын нәрсе емес. Бірақ енді соға орайлы енді бізге қажеттілік туа бастады ғой, жаңағы қандай білімдер алуымыз керек деп. Сол кезде мен андай бір ойға тоқтадым да, бұл жаңағы Айсәуленің өзінің үйінің өзінің гармониясы бар. Ол мама папасының өзінің бір жаңағы несі бар, қарым-қатынас тілі бар. Өздерінің бір сондай неден өсіп шыққан өнім, біздің өзіміздің үйіміздің бір бөлек, мысалға қарым-қатынас, біріне бірі келмейтін, біріне бір таңылмайтын нәрселер. Сол кезде бала енді әртүрлі методпен тәрбиеленуі мүмкін, бірақ ең бастысы бала махаббатқа қану керек екен да. Бала махаббатқа қану керек екен. Ол бір бардам отбасыда туылуы мүмкін, немесе кішкене жетіңкіремейтін отбасыда болуы мүмкін, бірақ ең бастысы әке-шешенің ұмытпайтын бір нәрсесі болу керек екен, ол сүю. Балаға барынша махаббатына қандырып өсіру керек. Бала өзін жаңағындай маңыздылығын сезініп, өзін тұлға ретінде сезініп өсу керек. Ол әке-шешесінің мінезіне байланысты, бір бала салмақты, бір бала жаңағыдай мінезді болуы мүмкін, бір бала жуас болады, біреу білімге жақын болады, біреу керісінше жаңағыдай эмоциональный интеллектісі жоғары болады деген сияқты. Оны бір қалыпқа сала алмайсың да, немесе бір нәрсе бере алмайсың, бәріне баланы осылай тәрбиеле деген дейді. Бірақ мысалға менің бір байқағаным, мысалы біздің үйде тыныштық болған, біз ұрыс керіс көрмегенбіз, біреуді жамандағанды, жаңағындай бір сондай бір үлкен нәрселер естімегенбіз. Айсәуледе сондай, жаңа отбасында әке-шешесі отырып, сыртынан біреу туралы айтпаған, яғни сондай отбасында не болу керек та? Бейбітшілік болу керек та? Себебі бала, ең бірінші балаға берілетін нәрсе бала кезінде қауіпсіздік қой. Себебі ол үлкен адам сияқты өзінен қорғана алмайды да, балада сондай өзін қауіпсіз сезінбегенде жаңаға неше түрлі гормондар бөлінеді, эмоциялар шығады, сөздер шығады екен. Ол адам өзін қауіпсіз сезініп тұрса, бұл отбасыда ол қандай біздің отбасылардың көбісінде әсіресе үлкен адамдар өздерін доминант қылып алады да, ол да енді дұрыс шығар, енді ата-баба тәрбиесінде үлкен адам деген ұғым бар ғой енді. Бірақ мүмкін менің бұл немнен қателесуім де мүмкін, енді мен өзім еркін өскесін бәрін сол неге салатын да шығарым, сол формулаға, ол да дұрыс емес шығар мүмкін да, енді мен білмеймін, бұл саланы толық бір зерттеп өзіне түспегеннен кейін, бірақ та көп отбасылардан бәрібір сырттай өзім байқаймын, жаңа доминант сезініп алады да, бала әке-шешесінен бірдеңені сұрауға, пікірін айтуға бір не қылып тұрғаны маған мысалы білініп тұрады. Мен өткен өзім ондайда өспегеннен кейін білініп, мүмкін ол сондайда өскен адамдарға білінбейді шығар, ол әдеп, құрмет деп көрінетін шығар да. Маған бір ана бала бірдеңесін бір өзін бір жайсыз сезініп тұрған сезіледі.
үйінде адам өзін жайсыз сезінетін болса, үйінде қауіпсіз сезінетін болса, ол сонда қайда барып қауіпті сезінеді да? Ертең бір басына жағдай іс түскенде ол кіммен ақылдасады? Әке-шешесіне айтуға қорқады ғой ол бала. А бізде көп зерттеулер қазір шығарып жатыр ғой психологтар, осы кезге дейін шығарған жоқ. Зорлық-зомбылыққа қатысты мәліметтерін шығарып жатыр, қазір психотерапевттер бөлісіп жатыр ақпараттармен. Солардың көбісінің айтуында ұзақ жылдар бойы сондай зорлыққа, қорлыққа ұшыраған қыздар, нелер, тіпті ер балдар айта алмаған әке-шешесіне. Айта алмаған. Сонда қыздың өзіне де ұрсуы мүмкін, сен өзіңде қарап жүрмейсің ба деген сияқты нәрселерден қорыққан бекен білмеймін. Бізде енді бір тәрбиені қаталдықпен шатастыратындар бар да. Мен мысалы бір қызды кездестірдім өмірімде. Бірнеше қыздар болды ғой студенттік кезімізде байқаған. Өте тәрбиелі, мықты семьядан шыққанда. Енді әке-шешесі де керемет көргенімде, өзінде тәрбиесі, отбасылық құндылықтары, бірақ қаталдау екен да әкесі. Оның кейін әке-шешесінен кеткеніндегі еркіндігі тым енді ыңғайсыз, тым анаған қарама-қарсы өрескел болды да. Мысалға ол да бір жаңа кішкентайында көрмеген еркіндік қой. Мысалы біз қатты бір бізде вообще мен қазір көп айтып жүрмін, енді білмеймін, енді қарсылар айтар пікірін жаңағыдай бәрін идеально қылып, бәрін бір әспеттеп сондай еліміз да, халық бізге бір бәрі әспеттеліп. Мысалы балабақшада да бәрі бірдей киініп, бірдей қимылдар жасау керек. Ол бала ғой, 3 жастағы ол. Бөлек жасай берсін, сол бірдей киінбесе қойсын, бір сары кисін, балаға тән бір түстер болсын, соны кие берсін бәрі. Не болыпты? Біз рамкаға салғаннан да біздің миымыз сондай шектеулі да. Біз не себептен көп батыс елдерінен де қалып кеткен себебіміз сол болуы мүмкін біздің. Сосын жаңа барлық дивандар жиналып тұру керек. Барлық бірдей болу керек. Бір сондай бір секіріп атқан баланы солай шатастырамыз. Ол бала ғой, мысалы оның миы, ол диванның қаншаға алынғаны, одан секіруге болмайтын, ол бала миымен өлшей алмайды. Оны біз соны өлшеумеген ренжиміз да оған үнемі. Ол өзімде де болып атады кейде, өзімде қайтадан ойланып, өзімді түзеуге тырысып жатамын да, мысалға, неге жинап қоймайсыңдар, неге бірден ойлаймын да кейде. Неге ол сөйтіп бәрін неге шеңберге салып жатыр? Ол өмір болса жиналар енді, ол жинайтын адам болар, өз жинар өскенде. Бірақ қазір ол солай болады, бір мысалға кішкентай балдарда жастықтарды басқа бөлмеге әкеліп, киімдерді бір былықтырып, бір нәскилерді, шұлықтарды былықтырып, солай да творческий подход па, мен білмеймін. Жай күні рұқсат бере берем мен. Бір кісі келген кезде кішкене ыңғайсыздан қалып. Әйтпесе былай астан кестеңі шығарады ғой. Соны көп адамдардан рұқсат бермейтін көп адамдарды көрдім да, кәдімгідей роботқа салып, сондай балаларды көрдім. Әкесінің домбыраларына дейін қойып ойлайды ғой. Бірақ біреу балаға жетпей жатқан нәрсе, өте маңызды нәрсе. Бірі әке-шешенің махаббат, әңгімелесу, махаббаттың көрінісі ғой, ол да әңгімелесіп, ол ең көп әңгімелесетін адамы әке-шешесі болу керек қой оның. Басқа біреуге айтпау керек сырын. Екіншісі ойнау. Таңғы жазылып ойнау керек дейді бала. Жүгіру керек, секіру керек, құлау керек. Ойыны қанбаған деген сөз бар ғой. Әңгімелеспесе шын сырын басқаға нетер, мүмкін тұйықталып қалар. Ал ойнамаса басқа жаққа барып көрсете ма, сол ойынын басқа жақты білдіреді ма? Ойын баласы дейді ғой қазақ. Ойын баласы деген 12-13 жасқа дейін ол ойын баласы, ол ойнап, ол бүкіл энергиясын, бүкіл фантазиясын соған салу керек қой. Сосын біз әр баланы үлкенмен мысалы екіншіні салыстырамыз деген нәрсе де бар, иә? Өйткені мына үлкенің шынымен ақ бір керемет тәртіпті бала болуы мүмкін. Ал екіншісі бір бұзық болуы мүмкін де, сен неге мынау сияқты емессің деген секілді, анадан көрген бір жақсы бір дүниелерді анадан талап етіп жүруің мүмкін. Сосын дискурс деген нәрсе бар ғой, мысалға біз үлкен бұл жуас, ой бұл момын, бұл жақсы деген сияқты, ол сөйтеді екен да, ол өзі сөйтіп соған ұмтылады екен. Сол жуас, момын бұл. Ой мынау бұзық, ой бұл айтқанды ұқпайды. Ой бұл күлдіргі десең, ол айтқанымен олай болмаса да соған ұмтылады екен да, өзі солай болып шығады екен да. Сондықтан біз кейде сөзімізбен де соны құртамыз. Немесе жаңағындай не қойып аламыз, кличка қойып аламыз балаларға. Жаңағындай не деп қою мүмкін, мысалы содыр бірдеңе деген сияқты. Сол шынымен сондай болып шығады. Оның үстіне әке-шешенің айтқаны не ғой енді, дұға ғой. Сондықтан бұл былай қарағандай еленбейтін нәрселер, бірақ мынау енді қазақтың жаңағы озып кеткен жерде, тозып кеткен жерлері де бар ғой, мысалға оны кезінде мағжандардың өзі сынады ғой. Соның бір көрінісі кейбір кезде сондай бір білместікпен жасалып жатқан қателіктер. Немесе жаңағы баланы анасына қарсы қою деген сияқты, анасының атын ататқызу. Әкесіне қарсы қою да бар ғой бізде. Мамаң жақсы ма, папаң жақсы ма?
жоқ, көп жағдайда атасы мен әжесінде өссе, бала или нағашысында өссе, сол біреуге қарсы қояды ғой, мысалға келінге қарсы қоятындар көп, мысалы атын ататып, боқтатып, неше түрлі соны өздері үлкен кісілер соны бір содан не алып енді ол бір дәстүрдің бір өте жаңағы тозығы жеткен, одан саналы түрде бас тартатын дәстүр деп ойлаймын. Менің өзім бірақ үлкендер енді махаббатпен жаңағы істейді ғой, қызық көріп өздеріне ермек қылып бала бір жақсы көріп жасауы мүмкін ғой, бірақ оның ар жағында жаңағыдай несін аутком дейді ғой. Осы жерден мына нәрсені сұрағым келіп тұр. Өткенде Ләйла апайға сұхбат бергендеріңде екеуің мынандай нәрсені айтқан едіңдер. Ерлі зайыптының бір-бірімен қалай сәйкестігі ме, мінез құлқының бір мысалға, жаңағын айтып отырсыңдар, Мұрат өте бір байсалды жігіт, ал кім еркін, Айсәуле айтып салады, мысалға, ержүрек деген секілді. Осындай бір тандем, бір-біріне мінездің ұштасуы деген дүниені алдын ала үйленбей тұрып, тексеріп бір, қазір неше түрлі генетикалық та тест бар, мінездің бұлайда басқа тесттер бар, қанмен де жасалатын тест, сұрақ жауаппен жасалатын тест деген секілді. Сондай дүниені жасаған дұрыс па? Екеуің өйткені сондай бір тест жасаған едіңдер ғой. Оның сұрауымыздың бір себебі не ол, қазір көп тұрмай ажырасып кетіп жатады, мысалы, мінезім сәйкес келмеді деп, енді үйлену ойыншық емес, былайша айтқанда. Жоқ, оны біз алдын ала біліп, соны үйленуден бұрын жасаған жоқпыз, бір жақында үйленгенімізге 12 жыл толуына деп па, соған ыңғайлы жасадық десең, негізі өйтіп жасаған жоқпыз, жоспарлап жасап. Соны үйленбей тұрып жасаған дұрыс па, қалай ойлайсыңдар? Дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені мысалға біз Галлап деген тест қой, ол енді ол үйленуге емес, ол жалпы жұмысқа өзінің жағы кәсіп бәр жағына келе беретін тест та. Мысалға ол тестті біз үйленбей жасасақ, ол тесттің қорытындысына қарасақ, біз үйленбеуіміз мүмкін да. Ол деген адамның қолымен жасалған тесттер ғой, ол Алланың тағдыры әртүрлі бола береді. Сен шеше алмайсың ғой, мына адаммен мен тұра аламын немесе тұра алмаймын. Ол просто қызық үшін былайша айтсақ. Жоқ, үйленіп алып жасағаннан кейін ыңғайлануға болады. Мысалға бір адамдардың өзінің, мысалға Мұраттың тесті бойынша сақтық жоғары орынға шықты ма, оны біреулер қорқақтық деп түсіну. Ол қорқақтық емес, сақтық. Вообще, ол тест бойынша ондай сын есіммен адамның несі сипатталмайды екен қасиеті. Мысалы біз біреулерді бір істі бастамайтын болса, сақтық, ода сақтық басым. Сақтық деген ол қасиет. Мына адам сақ деп сынамаймыз ғой бірізді. Біз сынамаймыз ғой, адам сақ деп жақсы қасиет ол. Ал жаңағы бірдеңе деп сын есім жалқау, қорқақ деген сын есімдерді қолданамыз, ол дұрыс емес, ол себебі бар екен. Ол мысалы жалқау. Мысалы бір балаңыз мысалы диваннан секіруі мүмкін да? Бір балаңыз секірмейді диваннан. Бір бала жаңағы мысыққа, итке бүйтіп ұстай кетуі мүмкін. Екінші бала ондай. Біз не дейміз? Анау қорқақ дейміз. Анау қорқып тұр дейміз. Ол қорқақтық емес, ол сақ. Өйткені ол нені көре алады, рискті көре алады да. Секірсем аяғым ауыру мүмкін, мысты ұстасам бірдеңе жұғуы мүмкін деген сияқты. Сонда әр нәрседен бір жақсы дүниені көре білу керек. Жоқ, көре білу емес, ол табиғи қасиеті болады екен. Сол бойындағы ананың сақтығы төмен. Жаман адам, жақсы адам деген болмайды деген сияқты ғой. Мына қасиетің жоғары? Жоқ, бұл Галлап деген тест қой, бұл жерде 34 жалпы адамның енді қасиеті көп шығар, одан Алла берген, бірақ соның ішінде 34 қасиетті бұлар алады да теріп, соның ішінде сол қасиеттердің жаңа орналасу ретімен реттеп береді. Мысалы бір адамда менде бірінші мысалы активатор, мен тез бірдеңені іске асырған жақсы көремін ғой, мысалы Мұрат бір идея айтса, енді қашан бастаймыз деп кетемін. Менде сақтық 34-ші орында. Мен сақтығым жоқ, ол да жақсы қасиет емес. Тәуекелге барғышсың. Барғышпын, бірақ ол да бизнесменге жақсы бизнеспен айналысқысы келетін жақсы қасиет емес. Үнемі сен солған еріп, өзіңнің тәуекеліңе бара беруге де болмайды. Бір нәрседе, ол бизнесте де риск деген бар. Рискті біле алдын ала көре алатын адамдар, маған көбінесе ондай мәселеде Мұратпен ақылдасқан жөн. Себебі менің ол қасиетім өте төменгі орында да, Мұраттың ол қасиеті жоғары орында. Мұрат шынымен кейбір нәрселердің бір несін көре алады алдын ала. Байыбына бару дейді ғой қазақта. Ал мен керісінше жақсы баяндай алады екен да бірдеңені әңгімені, бірақ Мұрат керісінше learner екен. Learner деген бірдеңені оқып жақсы түсіндіре алады. Мысалы Мұратқа мұғалім болғанға дұрыс.
А маған мотиватор, оратор болған дұрыс шығар енді, сөйлеп бірдеңені бір адамдарға желпінтіп бір не бере алам, бірдеңені жақсы жеткізе алам, соңына дейін адамды тыңдатып қоя алам. Бірақ мен жақсы өнер бол, шыдам жетпеуі мүмкін. Мұрат Бөгешігесіне дейін ананың сценарийді түсін, бола алады. Көрдіңіз бе, әркімнің қасиеті. А екеуміздікі сонда мүлдем кереғар екен да. Бірақ ондайдың жақсы екеуміз бірімізді жақсы толықтырады екенбіз. Толықтыру үшін қажет. А жаңағыда енді айтып жатырсыз ғой, алдын ала үйленгенге дейін деп. Біз ол қатып қалған мінезді өзгертпеймін деген адамның тілін кесеремін деймін, Абайдың айтқаны бар емес па? Ол жерде біз солай ойлаймыз да, қатып қалған деп. Біздің сол жалпы ойлау жүйеміз дұрыс емес та. Негізі мінезді де бір адаммен ыңғайланып өзгертуге болады. Қабілетті де ыңғайлауға болады да. Өзің құндылық деп тапсаң, біріншіден, екіншіден өзің қажетсінсең. А бізде талант деген сияқты өзгермейтін сияқты айтады да. Мінезді де тумысынан өзгермейді деп көп айтамыз. Және де қабілетті де біреуге талант беріледі, біреуге берілмейді, сонда берілмейді деп. Екінші сорт адам ба, мысалы, ол дұрыс емес, ол біздің қатып қалған шектеулі ойлау жүйесімен өскендігіміздің белгісі. Екі түрлі ойлау жүйесі бар, біреу дамушы ойлау жүйесі. Дамушы ойлау жүйесі кез келген нәрсе сабақ, қателік. А ондай ойлау жүйесімен өскен адам қорықпайды қателіктен. А бізде балдар жағдай қорқады ғой, секірсем бір неден не қылам ба деп. Андай адамнан қателік жасаудан бұл үйреніп жатырмын деп ойлайды да. Ал жаңағы мәселеде сіз айтып жатырсыз ғой, алдын ала қарастырған негізі ыңғайлануға болады. Мысалы, мен Мұратпен үйленген кезде Мұратта сақтық басым ғой, мен ол кезде білген жоқпын ғой, галып тест сақтық неге өте береді деп ойлайтын. Ол бір маған негатив нәрсеге көп фокус жасайды деп ойлайтын өзім. Сөйтсем, бірақ ертерек осыны білгеніңде керісінше пайдалырақ болады. Табиғи да оны байқаған сияқты, байқағанда интуициямен сезесің. Сезгенде мысалы мен білдім, Мұратта не мотивация беретінін байқадым. Мұратқа көп жаңағыдай кемшілігін айтып бірдеңе, өйткені онсыз да көңілі көп түседі, өзін онсыз да көп тексере беретін адам. Ол жағдай мен сияқты емес, мен өзімнің бір кішкене бір перфекцион. Мен өзім кішкене бір бар қасиетіме қуанып, сол қасиетін не қылып жұмыс істей беремін да, соған күшім. А Мұрат керісінше жоқ қасиетін тауып алады, болмаса бар қасиетін тексере береді. Мен сол дұрыс барым ба, осы менде шынымен жеткілікті ма, мен осы лайықпын ба деген сияқты. Тексере береді. А ондай адамға көп жағдай, көп позитив жағынан. Бірінші менің қатты сенгенім маңызды оған да. Оны бірақ мен біліп істеген жоқпын, бірақ мен айтайын дегенім. Шығармашылық адамға тән шығар ол. Мүмкін тән шығар. Отбасылық нәрседе сондай нәрсені бір-бірінен байқау керек та. Мысалы, бір адам өзіне сенімсіз болса, көп ер адамдар бізде қазақта өз-өзіне сенімсіз. Соларға қатты сенім беру керек. Ол көп әйелдер үйінде өзінің күйеуіне сенбей атады да. Сосын өзі ол күйеу қалай бар біреуді сендіреді, ол күйеу өзі де үйден сенбей тұрады. Тіптен былай бетіне сеніп тұрғанмен де іштей сенбей тұрады. Іштей одан балаға да тура солай. Сенім арту керек қой. Бір не айтып еді өзі, ішінен берік үйлене салғаным жақсы еді, сені қайдан таптым деген сияқты, өзінің тағдырына разы еместігін білініп тұрады деген сияқты. Мен қатты, ол Мұраттың енді өзі шынымен де қабілетті адам ғой, талантты, отыра алатын енді өзінің бір несі бар адам ғой, дәндері себілген да, бірақ ол жерде менің тарапымнан ештеңе мен соны сөйттім бүйтіп айта алмаймын. Мен просто сендім шынайы. Мен Мұрат мысалы бір ол өзінің өлеңіне өзі сенбейді, мен қатты сенемін да Мұраттың өлеңіне. Мен мысалы өзім өлеңін бәрін жыртып тастағанмын, Мұрат керемет шығарады, мен оның қасында өлең емес қой деген сияқты. Өйткені мен оның өлеңді де жақсы шығаратынына, ненде шығарманды жақсы жазатынына қатты сеніп тұрмын да. Енді ол қасиетті мен ешкім алып ала алмайды, өзім басынан табиғи сендім ғой. Енді басынан хабарда бірге жұмыс істегеннен оның қабілетін байқадым ба, енді солай сендім ғой. Сценарий шығарған сен екенсің. Жоқ, енді мен емес ол. Бірақ ол сенім беру да, творческий адам мысалға өмірі өзін не қыла береді, тексереді. Не шығады? Бұл жерден жаңағы отбасыларға байланысты бір қорытынды шығаруға болады да. Мысалға жаңа айттыңыз ғой, басында танып білмейді деген сияқты. Бұл танып білу мүмкін емес. Танып білу мүмкін емес. Ол сол үшін адамның бойында сүйіспеншілік, махаббат деген қасиет бар да. Сол үшін адамдар бір-бірін жақсы көреді, себепсіз жақсы көреді, сөйтіп қосылады. Енді одан кейін кемшіліктер шыққан кезде адам солай қабылдау керек та. Адам кемшілігімен, артықшылығымен бірге қабылдау керек. Өйткені ешқашан ешкім сені ойлағандай болмайды ғой. Одан мысалға жаңағы мысалы Мұрат солай қабылдайды да, негізі. Мен мысалы қатты андай бізде просто андай ғой, менің ішіндегі әйел емеспін да. Гармония деген нәрсені біз онша түсіне бермейміз. Ол әр отбасының өзінің гармониясы бар, әр отбасының өзінің үйлесімі бар да. Біз андай бір ортақ модель жасағымыз келеді бәріне. Жаңағындай. Сол ғой бізде. Мысалы бала тәрбиесі десе белгілі бір методикасы бар. Анау сияқты емеспіз. Неге сен анау сияқты емессің деп мысалға мен әйелім кінәласам, әйел мені кінәласа, сен неге анау сияқты емессің десе, ол отбасы бұзылады да. Ол сияқты болмайды, ол өз алдына бөлек жаратылыс, бөлек адам. Артықшылығы бар, кемшілігі бар. Бағанағы өзіңнің айтқан сөзің ғой. Сен Айсәуленің отбасының өзінің бір өмір сүру тәртібі бар.
менің отбам басымда өз өмір сүру тәртібім бар. Мына бала тәрбиесінде де белгілі бір концепция жоқ қой. Бүкіл әлем соған сүйенетіндей. Кімнің Төлен Әбдікованың несінде бар ғой, дүниені құртатын мендер дейді, мендер. Сол барлық мен бірігіп бізге айналса, әлдеқайда жақсы қоғам болар еді дейді ғой. Тәкаппарлық қой сонда. Былайша келгенде. Енді мысалға бір-бірін мойындамаушылық, тәкаппарлық. Үйленіп сен бір адамның тағдырын мойныңа жүктедің ғой. Енді сен мейлі сен белгілі бір кейбір нәрселерде жаңағындай зардап шексең де, бұл сол істі соңынан шығарым керек қой. Өйткені сен мойныңа алдың ғой оны. Сен оны рахат көрейін деп үйленген жоқсың, сен ортақ бір неге жетейік деп алдың ғой. Адамға енді сана, ми, даналық берілгенде сондай бір кейде біз ойлануға жұмсамаймыз ғой. Бірден өз отбасында өзі ойланып бір шешуге болатын мәселелер болады, бірақ біз бірден жаңағыдай бір көмек сұрап, біреудің сырттан кеңес сұрап кетуге бірінші сол қадам жасаймыз да. Ауырсаң да бірінші Алладан шипа сұрамай, дәріханаға жүгіретін сияқты. Сондай қадамдар. Былай қарасаң, сол сырттан көмек сұрап жатқан адам сенің жолдасыңды, немесе әйеліңді, немесе күйеуіңді толық білмейді ғой табиғатында. Өзің ойланып көрсең табасың ғой мысалға. Ол мен ойлаймын, сол Мұрат та сол қасиетін іске қоса алған шығар. Мысалға мен ол білді ғой сондай отбасын қандай екенін, үйленгеннен кейін білді да, енді оған дейін мен отбасын білмейді ғой. Білді, құндылықтарымды білді, менің именно жағдай шекарама кіргенді, біреумен тіке бетіме бүйтіп өтіп кеткені, тіке бірдеңені құқыма бір қол сұққанды қатты қабылдайтынды байқады ма? Ол сондай жолдарды іздестіріп, ол тапты деп ойлаймын да. Басында әрине болады солай өтіп кететін, мен сосын оны қабылдамай қалатын кездер болады, бірақ ол сол кейін мысалы ол бірдеңені андай қылып айтпайды. Үйді жинап тастау керек еді деген сияқты ортақ қылып айтады да, сосын мен өзім үндемей жинай бастаймын. Сен неге үйді жинамадың десе, ол маған қатты ауыр тиеді мысалы. Еркектерге лайфхак. Мысалы ол айтады, өзім не қылып тастайын деп едім, бірақ менің уақытым болмай тұр деп айтады. Бірақ өзі ешқашан оны істемейді, оны жұрт бәрі ойлап қалмасын, ер адам Мұрат өзі істейді екен деп, ол істемейді. Бірақ ол соның жолын тапқан. Мен ойлаймын, соны өзі ойланып тапқан шығар, мен өзім де білмеймін, маған сөйтіп айт деп айта алмаймын мен оны. Мен өзім, бірақ өздігіңнен қайтып істеп кеткеніңді білмейсің. Адам көңілі братым насыбайдан қалады. Сөздің құдіреті деген нәрселер бар ғой. Біз соны енді көп жігіттердің сондай бір әсіресе несі бар да, бір біздің ата бабамыз мындай болған деген сияқты бір шынымен де ол бір ортақ бәріміздің тән нәрсе бар. Жаңағыдай мен қабағыммен бүйтемін деген сияқты бір мақтаныш деген сияқты. Әрине мақтансын, бірақ ол отбасын бұзуға әкеліп жатса, оны кім кінәлі ол кезде? Диспенза айтады осы мәселені. Жаңа айтып отырсың, ата бабам дегенді күшті айтып өттің. Біз әлі бұрынғы заманмен өмір сүреміз, естеліктермен өмір сүреміз дейді. Менің ата бабам, менің әкем, мен балалы шағымда бүйткенде әкем сөйтетін деген. Ол басқа отбасы. Мынау басқа отбасы. Біз осы шақпен және болашақпен өмір сүруіміз керек дейді диспенза. Жоқ, сосын біреудің әкелері сондай болса, сол кездегі мамалар, аналар соған не болды да, бұрынғы аналар сөз көтере алатын, істі де көтере алатын. Біреудікі менікі сенікі демей, бір-бірінің баласын бағып, бір-бірінің кірін жуып, тамағын істеп, қонағын күтіп, абысындар жүре берген. Енді біз бәрібір басқа заман ұрпағымыз ғой. Мысалы, мен анам сияқты бола аламын деп айта алмаймын. Мен мүлдем басқа заман болуым да міндетті емес шығар, менен ол талап етілмейтін шығар. Мен ол заманның неге жүгін өзімнен өзім артып алуым керек қазір. Мен табиғатында жоқ болса ол да. Енді басқа заман ұрпағымыз ғой. Бізді солай өсіріп тастады әке шешеміз әйтеуір. Тамақтан кете қылмай, сосын көңіл күйден бетімізге қарап, оқытып, өстірді. Әркім сөйтіп келдік бір үйден. Соған келеді да, жаңа еркек мен ата-бабам бүйткен деп бүйтіп сөйлей салып, олай да болмайды. Ол өзі де қарқ қылып қойды, баға алмайды мысалға. Мен анам сөйткен, сен неге бұндай істемейсің, қазір кірің жуулы, анам сен неге ондай болмайсың. Олар жаңа сенде бәрі дайын деген әңгіме қазіргі заманда. Әйелдің жүрегіне бір жол табуды олар жаңа төмендеп қалу, намыс көреді да. Бірақ соның бәрі балалары да үйреніп отырған нәрселер ғой. Бәрі ізденуден келіп шығады ғой. Мысалы қазір Мұраттың әңгімесінен байқап отырмыз. Ол тек қана сценарий, немесе өзінің киносына, немесе Ахмет Байтұрсынов туралы ғана материал оқымайтын. Ол бала тәрбиесіне де қатысты бір зерттеулер ма, көзді шалып қалса, ол да сені қызықтырады. Оны әке ретіндегі бұл жердегі функциясы бар екенін біліп, оны жауапкершілік ретінде алып оқып отыр. Сондықтан кез келген адам ол бір бала тәрбиесіне байланысты том-томдаған психологиялық кітап оқымай ақ қойсын.
бірақ бір сабақ алатын дүниелерді оқып отырғаны дұрыс қой. Сосын адамның қазір мына соңғы мына 21 ғасырда, осындай ғасырда адамның ойы кішкене ашық болу керек сияқты жаңағыдай нәрседен. Сен басыңнан, жоқ, олай емес. Басыңнан сенің ойың блок болса, мына ғасырда бәрі дұрыс емес, бұл оңбаған өмір, баяғы өмір. Сен ешқашан қабылдамайсың. Мысалы, Мұрат өзі ізіне түсіп жаңағы үнемі балалар туралы не қылмаса да, мен бірден оқып қалып айтсам, Мұрат деп бірден қабылдап, ертесіне қолданып, сөйтіп кете береді да. А ол миында андай тұрса блок. Жоқ, біздің ата-бабамыз мықты, оттай береді батыс или бірдеңе деген. Ол батыстың да бәрін алып жатқан жоқпыз, біз керек жерімізді ғана қолданып жатырмыз ғой. Мысалға, өзіміздің де бауырластық, не деген, өзіміздің де мұсылмандық деген неміз бар, қабілетте. А Мұрат та бірдеңені айтса, деп мен де дұрыс айтады деп сөйтем да. Именно соған мәселе оққан бірдеңемізді бөлісіп, сосын соған екеуміз ол дұрыс емес деп келіспей қалғанымыз аз болыпты да. Бізде мынау көп нәрсе былай нетіп кеткен ғой. Біздің дәстүр деп, кейбір нәрсені дәстүрмен, дін деп, одан кейін жаңағы тағы қандай бір нәрселерге байланысты көп былай өзіміздің ұстанымдарымызды бекітіп алғанбыз да. Иә. Мысалы, маған не ұнайды, мен соны әртүрлі өзіме керек бір жаңағы ата-бабамның істеген ісімен немесе бір діндегі бір осындай бір ұстанымдармен ақтайды. Ал шын тойына келген кезде кез келген ұстанымды ақтауға болады олай. Қайсына болса да дәлел тауып беруге болады. Іздеген тауып болады. Діннен жаңағы еркектің рөлі, әйелдің рөлі, еркектің басымдығы туралы да табуға болады. Еркектің жаңағы қолдауын да табуға болады. Әйелдің құқықтарын тіпті діннен артық істеген нәрсе жоқ. Сен егер дінге тым шын қатты дәлел болсаң, әйелдің тапқан ақшасына сен өзіне ғана беруің керек. Араласпауың керек. Өзінің құқы болу керек. Сен оған бөлек жаңағы асырауың керек. Ол неге салатын болсақ, көп өтпей қаламыз ол нәрседен. Яғни біз керек жерін ғана алып аламыз да контексттен. Өзіме керегін ғана аламын. Дәстүрден де керегін ғана аламын. Ал өзіме ұнайтын. Біз енді баяғыдай мысалға арық қазып кетпен шауып жатқан жоқпыз ғой. Жауға шауып бір екі күннің бірінде шейіт болып кететін рискте жүрген жоқпыз ғой. Біз деген жаңағы мал бағып, бұл менің арқаның қысында далаға түнеп жүрген жоқпыз ғой. Яғни біз ол кісілердің несін қаншалық талап етуге құқығымыз бар. Яғни сөйтіп өзіңе керекті ғана контексттен жұлып алып, сол бойынша бір не жасап алып, стереотип жасап алып, және сол мына қоғамға, қазір қоғамға үйлеспей жатса, соны жаңағындай бір қоғамнан көріп, батыстан көріп, әйелден көріп деген сияқты бізде сондай кішкене мынау бағанағы fixed mindset дейді ғой. Шектеулі ойлау жүйесінде батып қалған кездеріміз бар да. Бірақ бұның екінші бір жағы бар. Жақында бір америкалық бір психологтың осы дінмен байланыстырып айтатын маманның бір несін естідім да. Оны біз сынаймыз жаңағындай қатып қалған ойлау жүйесін. Бірақ тағы бір мәселе, жаратылыс деген мәселе бар. Әйел ғана істей алатын мәселелер бар. Еркек қана істей алатын нәрселер бар. Сен балаға ананың нәрсесін бере алмайсың. Ананың беретін витамин, ананың беретін жаңағыдай тәрбиесін, мейірімін әке бере алмайды. Сондықтан ана оны толық сезіну керек та. Ол өзінің ана екенін, сондықтан бұл барлығы жаңағыдай баланспен жүретін нәрселер екенін ескеру керек. Сол сияқты жаңа Мұхамеджан ағаның айтатын бар ғой ылғи. Еркек жаңа әкесі бере алатын витаминді анасы бере алмайды деген керісінше. Айсәуле бағана өзіңнің әке шешең туралы айтқан кезде ол кісілердің ешқашанда негативті дүние айтқанын көрген жоқпын. Қазір ойланып байқап қарасам, тек қана позитивті дүние айтқан екен деп отырсың ғой. Және Америкада оқығанда бір позитивті ата-ана деген бағдарламаға қатысқаның бар еді ғой. Мына Америкаға дейін-ақ позитивті ата-аналықты сенің әке шешең үйретіп тастаған секілді ғой. Жоқ, мен де оны ойладым. Ол жерде позитивті ата-ана америкалықтардың енді кішкене басқа жүйелі. Бір ерекшесі бар ма? Жоқ, бар, ол жерде техникалар береді ғой. Техникалар береді. Мен қазір соны ойланып жүрмін, қалай курс қылып жасасам деп та, мына біраз уақыт жасамай жүргенім, өзім балдарымды қолданып, кішкене бір нәтижелер көрсем жасайын деген, не болса соны былай мақсат сату емес қой, ол жерде. Бірақ енді менің де сол тақырыпқа қызығып келген бәрі сол ата-анамның басынан сондай нәрсе бергенінде де бар ғой, позитивті ойлауға. Егер ол болмаса, мен бірден батыстың бірдеңесі деп қабылдамауым мүмкін, болмаса олардың айтқан бәріне сыни қарап бүйтіп отыруым мүмкін, мысалға, ол да бар да. Олай дейтін себебім, олар айтады, бәріне қатысып көр, сенен көреді,
Америка, жаңа папам кішкентайынан айтатын, Америка, Англия, королева, Америка, Англия деп айтатын да мені. Ол мысалға әкем өзі сол аралдан қатты аттап қалаларға барған шығар, бірақ көп өмір сүруге шықпаған адам, жоғары оқу орнын оқымаған, бірақ сол кезде Жюль Верннің бір орысша кітаптарын оқитын, сондай айтқан. Сол кезде папамның арманы сондай да, мені айтатын еркелетіп сөздері сондай екен. Және де үнемі барып көр, ой, мен қызым бірінші орын алады деген сияқты үнемі сондай беретін. Қазірде мені балдармен қалдырсам, ол сөйтеді ғой, секір деп қызымды секіртіп жібереді, бір қорқып не алмайды да папам. Мен кейде өзім қорқып кетемін, енді бәрі мені кейбір нәрседе аяғым айып болар деген сияқты нәрселерді ешкім жоққа шығармайды ғой. Бірақ оның бір жақсы қасиеті, мені ештеңеден жаңағы қорықпауға, бас тартпауға, тайсалмауға үйретті. Мысалға Америкаға барып оқығанда да ештеңеден жаңағы бетін қайтпауға, позитивті ойлау, жаңағы ата-ана деген сияқты курс өткізгенде америкалық жүйе енді олар зерттеу. Олар психологиялық бірінші зерттейді ғой. Сондай бір атаны баламен қалдырып көреді. Мынандай бір среда, ортада баланы қалдырады. Содан көбінесе ояқта ғылыми зерттеудің нәтижелері, ол жерде психолог, маман, бәрі қосылып бірігіп жасаған бір системалар ғой өздерінше. Ода да алатын дүние көп, енді ол ұзақ зерттеулердің нәтижелері бар, ол жерде әңгіме көп қой. Бірақ түсінгенім, бізде де бір жақсы жаңағы айтып тұр, Мағжанның несінде бар деп. Біздің сол өзіміздің кейде өзіміздің танымдық немізге сырт көзбен қарамайтындығымыз көп жерде кедергі. Мысалы бір жерде біз бірдеңені істей береміз да, осы дұрыс деген сияқты, осының өзі қалай деген сияқты, талант деп айта береміз да, соған бір сырт көз пікір қарамайтындығымыз кедергі. Екіншіден өзіміздің танымдық сондай тұлғаларымызды әлі танымағанымыз, солардың бір істеген дүниесіне байыппен зерттеу жасамағандығымыздың несі кінәсі да. Соның Америкадан оқымай-ақ Мағжанда тұр деп тұр ғой, енді Мағжаннан да ала берсек болады ғой, бірақ қазір бізге сондай бір ненің жетіспейтіндігі, бір қадалып қалдық та, бір дәстүрлі нелерге, және де өзімізге сырт көзбен қарауға қорқып қалдық. Біз екі түрлі топқа бөлініп алдық қой. Біреулер мүлдем дәстүрді бәрін жоққа шығарып мансұқтайтындар, біреулер соған ғана жабысып, сол ғана дұрыс ескі салт, баланы таяқпен, шыбықпен немесе бірдеңе деген сияқты сынатындар. Дәстүр дегенде ол да кең спектрум ғой. Дәстүр деген, иә. Мысалы, ол дәстүрдің ішінде де баланы жаңағы тозығы бар, тозығы бар дегенде ғой. Жоқ, баланы мысалға қандай көр, құлша жұмса деген нәрселер бар ғой. Мысалы, біз қандай көріп жатқан жоқпыз ғой. Біз тек қана жаңа құлша жұмсасын алған шығармыз. Сондықтан ол бір дәстүр деген кең ұғымда. Біз енді соның бір кейбір кемшілігін көріп алып, оның бәрін жоққа шығарып тастауға болмайды. Оның ішінде жаңағыдай оның бір керегін таңдап алу үшін де бірақ қазір зерттеулер керек та. Біз сол жағынан кішкене нетіп қалдық та. Шетелде дұрыс айтып өттіңдер, кез келген дүниені зерттеу арқылы ғана келеді оған. Бірден практикаға кіргізе салмайды, иә? Мысалы, осынша пәленбай миллион адам қатысқан, пәленбай 100 мың адам қатысқан, мынадай зерттеудің нәтижесі бойынша осынша пайызы деген дүниелерге бір мысал келтірейікші. Мысалға, ата әженің берген тәрбиесінің кейбір артықшылықтары бар. Себебі ата әже жаңағы еркіндікті береді балаға. Оны қатты шектемейді, оны сосын бұрынғы тамырымен, ұлттық жаңағы болмысымен өсіреді, тілді береді деген сияқты оның өзінің. Бірақ егер осы тәрбие жаңағындай әке-шешесіне қарсы қоюмен баланы бір психологиялық жаңағы травмаға ұрындырса, ол дұрыс емес. Сондықтан дұрысы мынау, қатесі мынау деген сияқты екшеу керек та. Әйтпесе былай бізде кез келген халықтың өзінің ол жүріп өткен жол арқылы дами береді ғой практикасы. Қазақта бір андай бір не емес қой, бір надан халық емес қой, қазақта дана халықта, бірақ біз соның ішіне араласып кеткеннен кейін кейбір нәрселер бізге өз менталитетіміздегі не бәрін жоққа шығарып тастаймыз, өз дәстүріміздегі бәрін алып аламыз. Осы бір тәрбие мәселесіне байланысты зерттеу жасасақ керемет болатын еді, негізі шынымен де. Енді мен ойлаймын, осындай подкасттар, қазір көп бала тәрбиесіне қатысты бір талқылаулар, дискуссиялар көп болып жатыр ғой. Осының өзі де бір ізденіс шығар деп ойлаймын да, адамдарды мазалап жатыр бала тәрбиесі, басқа шетелдің бір ақпараттарын оқысып салыстырып жатыр, оның өзі ізденіс қой. Мысалы, енді оған бір жағынан шүкіршілік етеміз, өйткені біздің әке-шешемізді ешқандай реніш өкпеміз жоқ, ата-бабамызға, әке-шеше олардың заманында әйтеуір тамақ тоқ болса, киім толық болса деген жағдайлар. Соған дейін сол мәселе болып кетті ғой негізі. Ол жерде олар бір жаңағы күнделікті қант суын, рожкин, вареньесін деген сияқты мәселе тұрды да,
алда май несі бар ма, наны деген. Ал ол кезде ондай мәселенің бәрі қамтамасыз етілсе, олар да біз сияқты ізденіске түсті. Енді солардың солай еңбек еткен арқасында біз қазір марқайып, өстіп бір тыныш жерде ізденіс жасап отырмыз да. Олардың бізге жасап берген мүмкіндігі былайынша қарағанда. Оларды кінәлай алмаймыз, сол кезде неғып зерттемедіңдер деп. Ешқайсының ондай мүмкіндігі болған жоқ. Барлығы кәдімгі мемлекеттің 12 сағаттық, 8 сағаттық, біреулер 24 сағаттық жұмысында болды. Біреулер заводта істеп күн көрді, біреулер қазіргідей бір онлайн мүмкіндік, битсең ақша табу деген сияқты мүмкіндіктер болмады ғой. Сондықтан бұрынғыдан қарағанда ұрпақ білімді ғой. Иә, шүкір, осының өзі сол кісілердің бізге осылай жасап берген мүмкіндігі. Осылай енді тыныштық болса, ойыстып жалғаса береді шығар деп ойлаймын. Біз де ізденеміз, біздің ұрпағымыз мүмкін бізбен салыстырып басқаша ой қорытар. Сол сияқты енді бұның бір жақсы, енді өмір ізденіс қой. Өмірдің бәрі ізденіс, ешкім толыққанды жаңағыдай формула жоқ, мынау дұрыс деп айта алмаймыз. Біздің өзіміз кейін дұрыс емес жағымызды байқай бастайтын шығармыз. Олар бірден зерттеуге көшер бәлкім. Ең бастысы қам ғой, адамның, ата-ананың ойында болса, әкенің ойында болса, балаларға көңіл бөлемей жүрмау деген сияқты бір уайым болса, ол бәрібір көрінеді да. Сен 5 минут болса да, 10 минут болса да бөліп қалуға тырысасың. Ал мүлде мен бөле алмай жүрмау деген уайым сенде болмаса, демек сен мүлде бөлмейсің деген сөз да. Санасына берсін. Жаңағы бір лайфхак мысалы ретінде, бір инсайт ретінде айта кету, мысалы біз көбінесе әкелер қалай, бала жүгіріп келген кезде, мысалға қасына келген кезде баш дейміз ғой. Сол кезде ол бір сұраныспен келіп тұр ғой, ол мысалға әке бірдеңе айтып берші, бірдеңе деген сияқты. Сол кезде 5 минут қана соның бір несін қанағаттандырып жүрсең, мысалға бір жағынан өзіңді бір жүгің түседі сол күнге. Екіншіден өзіңе бір жүктеме аласың қосымша. Өйткені ол сен бетін қайтарбағаннан кейін келесі жолы тағы келеді. Тағы бір жүйесін. Сөйтіп ол бір үздіксіз аз-аздан бір неге айналады да, үрдіске айналады. Ал бірден 5-ін қайтарасың, 2 жерді қайтарасың, бала саған жоламайды, бала да тыныш, мен де тыныш. Біраз уақыттан кейін қарасаң, балаң өсіп кеткен, мүлде көңіл бөлмегенсің. Сондықтан көңіл бөлу деген сөз бір отырып ал енді деп бүйтіп кірісетін нәрсе емес, ол күнделікті ғана бір кішкентайдан ғана істесең де, сол баланың есінде қалады, баланың бір тәрбиесіне бір үлесін қосасың деп есеп. 3 минут формуласы деген айтады ғой қазір. Кетіп бара жатсаң да, келе жатсаң да, келгеннен кейін де 3 минут баланың несіне, бойының несінде деңгейге түсіп, 3 минут просто құшақтап тұру жай. Ол сен бізбе бүйтеміз ғой, аздан кешке дейін анасы баламен отыр деп, соны бір міндетсініп әйелдер өзіне айтады. Еркектер де соны әйелін үйде отырғызып қойғанын абырой көріп айтады, аздан кешке үйдесің ғой, неге балаға қарамайсың деп анаған ұрсады. Негізі сапалы уақыт деген бар да, жай үйде бірге өткізу деген бар. Бірге 24 сағат баламен бірге болудың бәрі пайда бере бермейді, себебі оның бәрі сапалы уақыт емес. Баламен бірге 5 минут болса да жаңағыдай сапалы уақыт өткізу, оның көзіне қарап бірдеңе сұрау, жаңа бауырыңа басу, болмаса ойын ойнау. Ал сен оның қасына отырып қой, өзің біреумен 5 сағат сөйлесе, өзің соткада или басқа нәрсемен айналыссаң, ол сапалы уақыт емес. Және 24 сағат сапалы уақыт тілеп тұрған жоқ бала бізден. Ол бір 5 минут болсын, 3 минут болсын, бірақ сапа соған ғана көңіл бөлу. Бір кішкентай негатив дүние пайда бола бастаса, жаңағыда агрессия ма, айғайлайтын ба, жылайтын ба, біз алаңдауымыз керек те, неге бұл балада? Демек, мен бір нәрсені дұрыс істемей жүрмін. Бұл көңіл жетпей тұр мына балаға. Махаббат жетпей тұр мына балаға дегендей. Енді батыстың нелері тіптен тереңдеп кете береді, жаңағы несінде. Ол жерде мысалға пікір сұрау деген нәрсе бар, тұлға ретінде қалыптастыру үшін. Оның бәрін өзім курсымда айтамын десең, ол жерде мынандай, мысалға біз кілем не сатып алғанда тек еркек пен әйел өзі. Подробный батырмасын басып, 2 сағатта тегін семинар жазылды. Бізде әйел мен ер адам ақылдасып шеше береді да, оларды соңғы орынға. Былай қарасаңыз, мен де өзім соны толыққанды жүзеге қостым деп айта алмаймын, бірақ сол болмайтын нәрсе ғой. Мысалы, кілем алайын деп жатсаң да, көк аламыз ба, ақ аламыз ба деген сияқты, олардың да бір пікірін сұрасаңыз, олар өзін кәдімгі келесте бірдеңе айтуға ойланып, дағдыланып сондай сезінеді екен. Біз көбінесе бір бала болады, өзі ақшаға бейіміне, сол бірдеңе сұраса, біз жауап бергіміз келмейді да, бір пысқысынып жатқан сияқты сезіледі. Алғансыз ба, тағы жаңа киім алғансыз ба десе, бір тіксініп қаламыз да. Ол керісінше оның бір жақсы қасиеті екен да, ол баланы оған айту керек екен. Себебі сол бала ертең ағайындарына қарасатын, бір жұртты ойлап жүретін адам болуы мүмкін екен да. Біз керісінше оларды көбінесе тыямыз ғой. Жағдай пікір сұрау деген бізге ауыр ғой. Мысалға жағдай бірінші тамағыңды ішіп алып, нені төгесің ба, қоқысты төгіп алып, тамағың ішесің ба деген сияқты нәрселерді сұрау керек та. Біз бірінші қоқыс төгіп берсін, тамағың ішесің деп өзіміз шешеміз ғой көбінесе. Шешеміз приказ береміз, бұйрық береміз. Ол енді әрине өзінің тұлға сезінбейді.
бірақ ол бала денесі кіші болғанмен іштей өзін адам сезініп тұр ғой енді ол мысалы Тұрсынбектің несі сияқты оны әлі 40-қа келсе де бала сияқты Тұрсынбек деген сияқты сол формула бізде. Мұрат пен Айсәулеге көптен көп рахмет. Бақыттарың баянды болсын, ұрпақтарыңды өз концепцияларыңмен тәрбиелей беріңдер, және ол концепция өздерің жүректеріңе қонатын, көңілдеріңнен шығатын және ата-аналық борыштарыңды өтейтіндей бір дүние болсын. Олар сендердің алдарыңдағы перзенттік парызын өтесін. Сол аман болайық. Келгендеріңізге көптен көп рахмет. Ал көрермендерге айтарымыз, біздің каналымызға жазылыңыздар. Ля газеттан көру үшін подкастымызды лайк басып, қоңырауға басып, келесі санын көріп отырыңыздар. Осы бүгінгі шығарылымын түсіруге атсалысқан Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік қазақ драма музыкалық театрының басшылығына, ұжымына рахметімізді білдіреміз.